Распаковка чек. Сол Pindodo сайтынан мен екі затқа заказ берген болатын. Соны менімен бірге ашып көрейік. Бірінші мына коробканы ашып көрейік. Бұл менің өзім тапсырыс берген, маған қатты ұнаған затым. Осылай микрофон, арнайы соткаға арналған. Өте қатты ұнады маған. Ішінде қазір коробкасын ашамыз. Коробкасының ішінде кішкентай мешочек бар. Соның ішіне арнайы кәдімгідей салынған. Осындай арнайы книжкасы да бар бұның. Маған прям қатты ұнады. Мен уже бір микрофонды сынап үлгердім уже. Дауыс дегеннің четко ясно шығады. Өте жақсы, сапасы да прям жақсы деп айта аламын. Енді алғаныма өкінбеймін, күшті зат екен. Прям деген маған керекті зат екен. Көріп тұрғандарыңыздай өзі кішкентай болғанымен ыңғайлы, қолға, сумкаға да сала салуға, қалтаға да сала салуға ыңғайлы зат. Ал екінші затқа кіретін болсақ, екінші затты тоже мен өзіме ұнатып, прям құлап алған затым. Қазір ашамыз. Мына жерде салафанды қалай ашарымды білмей, былай жұлқылап аша алмай жатырмын. Қазір мына жерден бірдемкені ашып жатырмын. Ашыла ма екен, қазір көрдім, былай қарай жырта салдым. Ары қарай скотч, оны біраз пышақпен бүйтіп кесіп жіберіп, ары қарай жыртып, өздеріңіз көріп тұрғаныңыз не екенін догадать етіп тұрған шығарсыздар. Бұл менде көйлек. Прям өзіме ұнаған, прям өз размерім келген көйлек. Күшті көйлек. Бір күн сіздерге киіп көрсететін боламын.